Арал теңізі бассейндегі шекара аралық өзендердің су қорын бірлесе тиімді басқару мен Қазақстанның жасыл экономикаға көшу процесі Қызылордада талқыланды. Халықаралық аралды құтқару қорының 20 жылдық аясында өткізілген жиынға ОБСЕ өкілдері, қоғамдық ұйымдар жетекшілер мен су сарапшылар қатысты. Өткен ғасырдың 60 жылдары ағынсыз көлдер арасында көлемі жағынан арал әлемде 4-ші орын алды. Теңіздің құрғауы орталық Азияның байтақ территориясын экологиялық дағдарысқа келіп, 4 миллион гектар жер күйзеліске ұшырады. Арал тағдарын оң шешуге Орта Азия елдерінің күштерін біріктіру ұсынылды. 2011 жылы Сырдария өзені мен Кіші Аралдың айналасына экосараптау жүргізілді. Нәтижесінде 330 мың гектар жер сулы нулы жайлы аймақ санатына кірді. Зерттеп зерделеу биылда жалғасын табады. Экологиялық сарапшы мамандар мен халықаралық ұйым өкілдері солтүстік Арал теңізінде болып, өңір тұрғындарының әлеуметтік экономикалық жағдайымен танысты. Халықаралық ұйымдардың өздері грант бөлгенде, басқа көмек бөлгенде ауызбіршілік болмаса бөлмейді. Сол себептен 5 мемлекеттің басшылары бір ауыздан осы арал экологиялық апатын елдің әлеуметтік жағдайын жөндеуге дүниежүзілік банктен кредит алып, ол жерге көкарал бөгетін салды.